Mortal Kombat көптеген адамның ойынша Скорпион мен Саб-Зироның төбелесі. Тағы да ол екеуінің қаттығысы мен олардың оқиғалары. Тағы да екеуінің арасында да достық болды. Мен осы яқтағы нинзалар жайлы айтатын боламын. Ал кеттік. 11-ші Тремор. Тремор көптеген заттарды жасай алады. Ол қолмен балта тағы да заттар жасай алады. Ол тағы да көптеген жер астынан тастар шығарып өз жауын да тоқтата алады. Тағы да жауын шалқан сияқты қуата алады. Бұл нинзаның өте керемет қасиеттің бірі ол қолынан тас шығара алады. Бұны әлшері сен бұны суға лақтырсаң бұл қайтадан шыға алмайды. Мен ойласам бұны жеңуге білем. Бұны жеңу үшін бірінші сен оны суға итеруің керексің. Суға итерсең сен жеңесің. Тремор көбінесе өзін мықты санайды. Тағы да Тремордың тасқа айналған қолдары бар. 10-шы орында Хамелеон. Біз осы кейіпкер жайлы, сіздер бұл кейіпкер кім деп тұрған шығарсыздар. Бұл Армагеддондағы кейіпкер. Бұл Хамелеон тағы да басқа кейіпкерлердің де иелерін ұрлап алады. Оны жеңу үшін көптеген уақыт кетуі мүмкін. Бұл тағы да Саб-Зиро, Скорпион дейтін адамдардың да нелерін оқып алады. Көптеген фанаттардың ойынша Хамелеон қыз тағы олға ауыса алады деп айтуда. Тағы да Хамелеон көптеген заттарға да ауысуы мүмкін. 9-шы кейіпкер Рейн. Бұл енді су кейіпкері. Ол сумен тағы да жаңбырды қозғата алады. Ол қолмен де қозғата алады. Бұл дейтін су сен ішіп отқан бокалының ішінен шықса таңғалма. Өте 8-ші орында Эрмак. Эрмак көптеген заттарды қозғата алады. Өзінің қызыл күшімен де мақтанып қояды. Ол қызыл нинза болады. Ол адамның қолында денелерінде басқарып, оны мүгедек қылып тастауға да болады. 7-ші орында Рептилия. Рептилия көбінесе ол аузынан қышқыл, тағы да ол көзге көрінбейтін кейіпкері. Оны ұстау өте қиын. Сен ойлашы, үйіне қылмыскер білдірпей кіріп кетіп сені тонап кетуі сияқты. Рептилия тағы да құбыжыққа айналып сені жоқ қылып тастайды. Рептилия тағы да көзге көрінбей, бірақ оның аузына шыққан келі өте улы болады. 6-шы орында Смоук. Смоук қабілетімен өте керемет. Тағы да ол шаңға айналып өзін жолатып жіберуге өте қауқарлы кейіпкер. Тағы да ол дейтін шаңнан әрбір жерге портал жасап кетіп қалуы да мүмкін. Тағы Смоуктың өзінің жылдамдығы өте жоғары болады. Қазір мен сіздер танымайтын нинзаларды шығару мүмкін. Тағы да сіздер ол жайлы білмейсіздер. 5-ші орында Хром. Бұл адам темірмен жұмыс істейді. Бұл темірмен әртүрлі заттар шығарып, өзін керемет қорған жасай алуға болады. Тағы да қолынан қылыш сияқты осындай заттар шығарып адамдардың жоюы. 4-ші орында Сайрекс Сектор. Осы екі жігіт нинза болмаса да, бірақ бұлар бұрында нинза болды. Тағы да маска тақпаса да нинза екенін айтуда. Бұлар Mortal Kombat'тың нинзалар. Ал енді мен Mortal Kombat'тың 3 кейіпкер жайында айтам. Сен бұны Mortal Kombat ойнамасан да білесің. Неге мен бұрынғы Mortal Kombat'тың кейіпкерлерін сол кейіпкерлер осы бөлімдерде болуы мүмкін. 3-ші орында Noob Saibot. Көптеген тирлерде Noob Saibot 2 адамға бөлінеді. Тағы да солардың клонын жасап өзін шай ішіп, басқа клондар адамдармен төлесіп отырады. Тағы да осы клонмен көптеген адамдарды жойып, тағы да Лункой кланын төңкеруге дейін барады. 2-ші орында Саб-Зиро. Саб-Зиро көбінесе адамды мұзға қатырып, оны яғылады. Саб-Зиро тағы да ол адамды жойып тастауға тағы да қолынан қылыш балта дейтін заттар келеді. Тағы да оның қолы мұз сияқты қатып,
адамның жағынсында. Бекан мен Куальян. Неге Куальянның көзі жара? Оның канон кесті ма, әлде Беканның ба сондай болды? Бірінші Саб-Зиро ол Бекан, ал екінші Саб-Зиро ол Куальян болып қалады. Енді Бекан деген ұмсайбы. Бірінші орын Скорпион. Скорпион Беканды жеңіп, Куальянды жинамаған кейіпкер. Ол Куальянның інісіне айтса да, бірақ Куальян одан өз алуын тоқтатпайды. Шерарайон. Тағы оның кланы жойылды, бірақ Лункуй мен Төле. Скорпионның шын аты Ханжо Хашаши. Ал енді келесі серияларда дос бола ма, жау бола ма, мен білмеймін.